Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір, аман есен. Өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз, сіз бұл жерде немен айналысасыз, не істеп жатырсыз дәл қазір? Иә, мен осы Жайылма ауылының тұрғынымын. Осы шаруа қожалықтың жетекшімін. Шоқмадар шаруа қожалығы. Есімім Аян болады. Қазір 4 гектар алқапқа дарбыз егіліп жатыр. Қазір осы жерде, осы маңайда. Қазір пісіп тұр, қазір дайын дарбызымыз, Құдай қаласа. Біз экспорттап жатырмыз қазір. Жайылманың қарбызы ел аузында. Несімен ерекше бұл қарбыздар? Тәттілігімен ерекше, көлемі жағынан ерекше. Жалпы қарбыз егу оңай шаруа емес. Қарбыздарға қандай күтім қажет? Бұл дарбызды сәуір айынан бастап егеміз біз. Содан бастап жаңағы подпленка дейміз. Подпленкаға егіп, суарамыз, удобрениесін береміз. Солай жетіле береді бұл дарбыз осы. Қанша уақытта пісіп шығады? Егілген күннен бастап 80 күннің ішінде. Жалпы жайылманың қарбыздары бізде нарыққа қай уақыттан бастап енеді? Сіздер сатылымды қашаннан бастайсыздар бұл қарбыздарды? Шілде айынан бастаймыз. Жайылманың қарбыздары қай жерлерге экспортталады? Ресей мемлекетіне, өзіміздің батыс облыстарға. Өте сұранысқа ие. Өте сұранысқа ие. Жалпы қарбыз өсірудің табысы қалай? Сіз жастарға осы кәсіппен айналысуға кеңес берер ме едіңіз? Иә, әрине. Жайылма ауылы бойынша 478 жастар бар. Бұл бірінші кезектегі мәселеміз жастардың бос кезіндегі айланысатын шаруасы деп тұрмыз ғой. Бізде Жайылма ауылында бірыңғай егістікпен айланысатын болғаннан кейін, оның ішінде қарбыз, бақша, соның ішінде қарбызбен айланысатын болғандықтан бізде семейный бизнес деп айтылады. Семейный бизнесте өзі әкесі, шешесі, балаларымен осы тиесілі берілген жер теліміндегі бақшаны қарап, соны өсіріп, соны сатумен айланысады. Соған әкесінің мен шешесіне бізде жас балдар Жайылма ауылы бойынша жас балдар олаған әкесі мен шешесі көмектеседі. Сондықтан біз Жайылма ауылында егіс екпейтін жанұя жоқ, барлығы егіспен айналысады. Ол әкесі мен шешесіне көмектесу мақсатында жас балдардың барлығы егіспен қамтылғаннан кейін бос уақытын осы егіспен айналысуға жібереді бос уақытта.